Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода күнделікті тұтынатын сусынымыз Кока-Коланың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Бұл газдалған сусынның қандай пайдасы бар деп ойласаңыз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Coca-Cola американдық The Coca-Cola Company компаниясы өндіретін алкогольсіз газдалған сусын. Coca-Cola сусыны 1886 жылы ақш-та ойлап табылған. Әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Сусынның құрамы толық айтылмайды, коммерциялық құпия делінеді. Соңғы жылдардағы әлем елдері ғалымдардың зерттеу қорытындылары бойынша жасаған ортақ тұжырымы. Қазіргі таңда адам ағзасына, әсіресе жас балаларға аса қауіпті сусындардың бірі Coca-Cola. Бұл сусын Американың брендіне айналып, әлемге таралғаны соншалық, бұл газдалған сусынның дүние жүзінде секундына 8000 стакан ішіледі екен. Кейінгі кезде аталған сусынның адам ағзасына келтіретін зияны туралы мамандар дабыл қаға бастады. Таяуда Coca-Cola компаниясы өз сусынның жасалу құпиясын ашуға мәжбүр болғаннан кейін мұндай күдіктер тіпті күшейді. Компания өкілдерінің айтуынша, сусынның негізгі құпиясы карсинил құртынан алынатын азық-түлік қоспасы екен. Әдетте оның құрамында қант, кока ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель, көмір қышқылы қосылады деп көрсетілетін. Енді өндірушілер сусынның түсін өзгертетін бояу ретінде қолданылатын карсинил құртының еш зияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Дегенмен, Coca-Colаның адам ағзасына келтірер залалы күннен күнге дәлелденіп отыр. Егер жүргізілген тәжірибелерге сүйенсек, бір стакан Coca-Colаға салынған кесек ет біраз уақыттан кейін бүрісіп, кішірейіп кетеді екен. Дәрігерлердің пайымдауынша, Coca-Cola әсіресе балалардың бас сүйегіне, ойлау қабілеттеріне орасан зор зиян келтіреді. Жалпы газдалған сусынды мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасындағы кальций, темір секілді ең маңызды элементтерді жойып, есесіне құрамындағы есірткі зат өміріңізді 2 есеге қысқартады. Есесіне Coca-Colаны тот басқан заттарды айғыздалған әйнекті сүртуге пайдалансаңыз, кереңізге жарайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, Coca-Colаның құрамы тұнып тұрған химикаттар мен зиянды бояғыш заттар және газдар. Таза ештеңе жоқ. Бұл сусынмен американдықтар машиненің моторын жуатын көрінеді. Қазақстандық дәрігер мамандар стаканға құйылған сусынға бауырды салғанда бауырын іріп кететінін, созылмалы асқынып кететін аурудың пайда болуы осы сусындардың кесірінен болатынын алға тартады. Газдалған сусындар асты қорытады деп ойласаңыз қателесесіз. Ендеше неліктен Coca-Cola ішкеннен кейін асқазан жеңілдеп қалатынын түсіндіріп өтейін. Асқазанның өзіне белгілі температурасы болады. Оған жылы тамақтан кейін салқын газировка немесе сусындар түссе, оларды белгілі температураға жеткізіп қорыту үшін оның алдында түскен тамақты ішекке қарай ығыстырып жібереді. Ал енді ойлаңыз, қорытылмаған астар ішегіңізге кетіп жатса, ішіңіз қандай нәрселерге толып қалды? Біздің елімізде энергетикалық сусындардың зардабынан қалай құтылу мәселесі енді ғана көтеріліп жатқанда, ал олардың шыққан отаны Американың сусын өндірушілері өз мектептеріне құрамында қанты бар сусындарды жеткізуді мүлдем тоқтатты. Өнеркәсіп өкілдерінің баяндамасында соңғы 5 жылда мектептерге калориясы жоғары сусындарды жеткізу 95% азайтылғаны айтылды. Олар жеміс-жидек шырындары, су және калориясы аз сусындармен алмастырылған. Оған мектеп оқушыларының жоғары калориялы жедел дайындалатын тағам мен тәтті сусындардың әсерінен жаппай салмақ қосу, шектен тыс семіруі негіз болған. Адам ағзасының 60%-ын су құрайтыны бәрімізге мәлім. Күнделікті белгілі мөлшерде су ішіп тұруымыз қажет. Ал біз көп жағдайда газдалған сусындарды ішеміз. Бұндай сусындардың ішінде судан басқа газдар мен қант мөлшері өте көп. Бұндай заттар адам ағзасына түрлі әсер береді. Айтылғанның бәрі сүйектегі кальцийді азайтып, сүйектің әлсіздігіне әкеліп соқтырады. Сонымен қатар, ішек ауруларына шалдығу ықпалы көп. Тіс эмалі кетіп, тістердің сарғаюына әкеледі. Бұл сусынды жиі ішкен сайын ойлау қабілетіміздің тежеуіне ықпал етеді. Бұл Coca-Colаның зиянымен қатар басқа да қасиеттер бар. Тек сусын ретінде ғана емес, тұрмыстық жағдайларда да пайдалануға болады. Coca-Cola ауруды уақытша тоқтатады. Жаз кезінде шыбын шерке шаққанда орынға құйып жіберсек, бірден әсерін береді. Темірдегі датты да кетіре біледі.
Даттанған затты колаға біраз уақыт салып қойсақ тап-таза болып шыға келеді. Автокөлікті терезені жақсы жуады. Жуып болған соң шүберекпен бір сүртіп алса, ешқандай із қалдырмайды. Сонымен қатар тамақ дайындағанда кез келген соғысқа араластырып қосып жіберсе, керемет дәм береді. Еден жуар алдында суға кока-кола құйып сүртіп шықса, үйдің ішінде ароматты иіс пайда болады. Киімге сіңген қанды тез ерітіп, жойып жібереді. Бұл тәсілдерді шет елдер қолданады. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бұл видеода сіз кока-коладан, газдалған сусындардан не үшін бас тарту керек екенін білдіңіз. Бірақ ары қарай тұтыну немесе тұтынбау өз еркіңізде. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, комментарияға өз ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.